Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Мұқашева Гүлбаршын Дарынқызы, эпидемиология және биостатистика кафедрасының аға оқытушысы боламын. СПСС бағдарламасында қалыпты таралуға тексеру атты видеосабақты назарларыңызға ұсынамын. СПСС бағдарламасында қалыпты таралуға тексеру статистикалық талдаудың негізгі және маңызды кезеңдерінің бірі. Көптеген параметрлік әдістерді, мысалы T-тест, ANOVA, корреляция, регрессия қолдану үшін деректердің қалыпты таралу шартының орындалуы қажет. Сондықтан зерттеу нәтижелерінің дұрыстығын қамтамасыз ету мақсатында деректердің қалыптылығын алдын ала тексеру міндетті болып табылады. Сіздерге СПСС бағдарламасында қалыпты тарауға тексеруді көрсететін боламын. Міне алдарыңызда СПСС бағдарламасының терезесі ашылып тұр, бізде мәліметтер базасы ашылып тұр. Осы жерден қазір мен сандық мәліметтерді қарап, шкала деп белгіленіп тұрғандарды, осыларды біз қалыпты таралуға тексеріп көретін боламыз. Себебі қалыпты таралу тек сандық айнымалар тексеруге қолданылады. Қалыпты таралуда негізгі қолданылатын әдістер ол QQ диаграммасы, гистограмма, асимметрия коэффициенті, орташа мән мен медиананың теңдігі болып саналады. Осыларды анықтау үшін біз келесі батырмаларды орындаймыз. Бірінші анализ дейміз. Одан кейін мына жерде описательные статистики, одан кейін разведочный анализді басамыз. Список зависимых переменных деген жерге біз сандық айнымалыны әкеліп қойсақ болады. Мысалы, біз қайсыдан бастайық? Pretестті қойып көрейік. Одан кейін біз статистики батырмасын басамыз. Бұл жерден біз процентили дегенді белгілейміз. Одан кейін графики батырмасын басып, бұл жерден гистограмманы таңдаймыз. Сол лист дегенді алып тастаймыз. Одан кейін графики и критерии для проверки нормальности дегенді басамыз. Одан кейін продолжить дейміз. Окей деп басамыз. Міне мына алдарыңызда сіздердің талдау мәндеріңіз шықты. Описательный статистиканың кестеден қараймыз бірінші. Бұл жерден біз орташа мән мен медиананы салыстырамыз. Орташа мән мен медиана тең болса, жуық болса, бұл бізде қалыпты таралған болып саналады. Средний бізде орташа мән 49,77, медиана 50, яғни екеуі арасы жуық болып тұр. Сондықтан біз осы критерий бойынша қалыпты таралған деп айтсақ болады. Қалыпты таралу тексерудің негізгі екі критерий бар: Колмогоров-Смирнов және Шапира-Уилк деген. Колмогоров-Смирнов біз 50-ден көп таңдамаларда қолданылады, ал Шапира-Уилк 50-ден аз таңдамаларда қолданылады. Біздің таңдамамыз бұл 676 студент, сондықтан бізде Колмогоров-Смирнов әдісі қолданылып, осыған қараймыз. Келесі бізде гистограмма шықты. Гистограмманы біз қоңырау тәрізділігін бақылау үшін 2 рет басамыз. Осылай 2 рет басқаннан кейін мына жерде мынандай белгіні басамыз. Одан кейін қарасаңыздар, сызық шықты. Сызығымыз бізде дәл қоңырау тәрізді болып тұр. Сондықтан біз бұны қалыпты таралған деп қорытынды жасауымызға болады. Келесі бізде QQ диаграммасы тұр. Бұл жерде мына нүктелер сызықтың бойында орналасу керек. Қарасаңыздар, көп нүктелер міне осы сызықтың бойында орналасып тұр. Кейбірі кішкене ғана шашырап тұр, оны біз қатты мән бермесек те болады. Яғни қалыпты таралған деп айта аламыз. Содан кейін мына кестеден біз асимметрияны қарауға ұмытып кеттік. Біз асимметрия бұл жерде 0-ге жуық болу керек. Негізі 0 мен 1-дің арасынан болса қалыпты таралған болып есептеледі, бірақ 0 болса, 0-ге жуық болса жақсы. Бұл жерде яғни 0-ге жуық, 0,2 болып тұр, яғни асимметриясы аз, симметриялық таралған, яғни қалыпты таралған деп қорытынды жасауға болады. Сонымен қалыпты тарауға тексеру деректердің таралуын дұрыс талдауға мүмкіндік береді. Осы арқылы біз
параметрлік әдіс таңдаймыз ба, параметрлік емес әдіс таңдаймыз ба, соны білеміз. Бізде осы pretest деректері қалыпты таралған болып шықты, себебі бізде мына қоңырау тәрізді, мында нүктелер бір сызықтың бойында жатыр, міне асимметриясы 0, орташа мен медианасы жоқ, сондықтан біз қалыпты таралу деп айтамыз да. Бұл мәнге біз параметрлік әдістерді қолданамыз. Енді қазір біз қалыпты емес бір таралған мәнді тағы бір қарап көрейік. Тағы да басамыз. Осылай. Және pretest тексердік, енді біз SRRS-ті тексеріп көрейік. Аяқтар жаңағы басылғандай тура солай тұр. Эффектіні осылай басамыз. Басылып тұр. Окей деп басамыз. Енді мына салыстырсақ, міне средний 276, медианы 238. Мүлдем екеуі жуық емес, орташа мән мен медиана. Сондықтан ол жерде қалыпты емес таралған деп айта аламыз. Асимметриясы 1-ден асып тұр. Бұл жерде де қалыпты таралу шартына келмейді. Одан кейін келесі гистограммасы қоңырау тәрізді тексереміз. Бұл жерде де қоңырау тәрізді емес, екі жағы симметриялы емес болып тұр. Келесі мынау QQ диаграммасында нүктелер мүлдем сызықтың жан-жағында шашырап жатыр, жақын орналаспаған. Сондықтан бұл SRRS айнымалысын біз қалыпты емес таралған деп қорытынды жасаймыз. Сонымен сіздерге қалыпты таралу бойынша түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.